Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалардың сүйіп жейтін өте әдемі әрі жұп-жұмсақ болып шығатын гүлді булочка жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең әуелі ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Содан соң ертілген сармайды саламыз. Артынша қантты салып, венчиктің көмегімен араластырып алыңыздар. Немесе шанышқымен араластыруға да болады. Содан соң бір жұмыртқаны салып араластырамыз. Оның артынша тұз және де ашытқын салып, артынша ұнды салатын боламыз. Ұнды мен алдын ала ұнелегіштен өткізіп қойдым. Ұнелегіштен өткізілген ұнды пайдалансаңыздар, қамырларыңыз жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Сол себепті ұнелегіштен өткізуді ұмытпаңыздар. Міне қамырды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды салып болған соң. Бізде 500 немесе 600 грамм аралығында ұн қажет кететін болады. Толық рецепті мен описанияға жазып қалдырып кеттім. Сол құрам бойынша жасасаңыздар болады. Қамырды көтерілгенше қойып қойдық. Міне қамырымыз көтерілді. Енді осыны ұсақ бөлшектерге бөлетін боламыз. Менде дәл осы рецепт бойынша 18 дана булочка шықты. Осылай бөлшектерге бөліп, қолымызбен дөңгелетіп алатын боламыз. Достар, менің қазақша каналымды дамуына үлес қосу үшін менің каналыма тіркеліп, әр видеоларыма лайк басып, төменге пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Міне енді бетін жауып, 10-15 минутқа көтерілгенше қалдырып қоятын боламыз. Міне біздің булочкамыз көтерілді. Булочканың ортасына дәл видеодағыдай баклажканың қақпағын қолдансаңыздар болады, немесе кез келген дөңгелек затты пайдаланып басып, шет-шетін осылай пышақпен кесіп, ең шетін бұрап шығатын боламыз, тура видеодағыдай. Міне барлығын кесіп болған соң, саусағымыздың көмегімен осылай гүл тәріздес етіп жасап алатын боламыз. Енді салмасын кез келген салма қолдансаңыздар болады. Варенка қолдансаңыздар да, творог, джем қолдансаңыздар да болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Және де булочканың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. 180 градуста қызарғанша пісіріп аласыздар. Қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе мак сепсеңіздер де болады. Мен күнжіт септім. Міне осымен біздің өте оңай әрі өте жұмсақ, әсіресе балаларыңыз сүйіп жейтін гүл булочка жеймін деп таласатын болады. Өте нәзік болып шығады. Оның үстіне осылай арасына кез келген начинканы салып жасай бересіздер. Осылай үзіп жегенге де өте ыңғайлы. Қараңыздар, түрі де өте әдемі болып шығады. Сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан көптеген керемет рецепттерді таба аласыздар. Алдағы уақытта сіздерді күшті рецепттермен қуантатын боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болғаны ләззат.